Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің онлайн сабағымыздың тақырыбы бұйымды өлшеп көруді жүргізу тәртібі, яғни бұл бұйымды өлшеп көру дегеніміз жалпы адамның өлшем бірлігін алу, яғни бұл эскизге байланысты жасалатын дүние, яғни адамның өзінің ішкі қалауына байланысты киім тігуді бастағанда, жалпы эскизді салып бастағаннан кейін бізде ары қарай бұйымды өлшеп алып, оның керекті өлшемдерін алу жүргізіледі. Оның өзінің де әрқайсысының тәртібі болады. Яғни бұл тігін процесінде өте маңызды кезең болып табылады. Өйткені дұрыс өлшеніп, дұрыс жасалған бұйым келешекте жақсы бұйым шығады деген үмітте. Яғни пальто болсын, шалбар болсын, қалпақ болсын, немесе полный образ болсын, көйлек болсын, сол киімнің барлығының өзінің өлшеуінің жүргізілу тәртібі бар. Және өлшеп көрудің мақсаты бұл бұйымның дене пішініне сәйкес келуін тексеру, яғни қателіктерді анықтау мен түзету, ыңғайлылық пен эстетикалық сәйкестікті бағалау. Яғни адамға өлшеп болғаннан кейін, біз бірінші бұйымды жасағаннан кейін, яғни біз бір рет примеркаға шақырамыз, оның кем-кетісін реттейміз, яғни қателіктерін анықтап, түзетулерін жасап, адамға ыңғайлығын, яғни эстетикалық сәйкестігін, яғни эстетикалық бізде ол адам оны қай жаққа киіп барады деген сияқты, немесе күнделікті киеді ма, салтанатты тойға киеді ма, сол жақтарын барлығын анықтап барып, бізге осы бұйымның дұрыстығын реттеп аламыз. Жалпы қолтық ойындысының қаншалықты ою керектігін және ұзындығын қай жерден қылған маңызды екенін, яғни жаңағы төмен жақтан, бел жақтан выточка шығару, немесе арт жақтан шығару деген сияқты өзінің реттіліктері бар. Сол реттіліктердің барлығын сол кезде примеркада келген кезде реттеп аламыз, яғни бұйымның дене пішініне сәйкес келуін тексеріп аламыз. Жалпы өткізу кезеңдері бұл жалпы бұйымның алғашқы нұсқасын кигізу, яғни адамды клиентті шақырып, оған ең алғашқы примерканы жасаймыз, яғни белгілеу құралдарымен ақауларды белгілеп аламыз, яғни инемен выточкаларды жасап аламыз, немесе қолтық ойындысын, белінің тұсына салатын выточкаларды сызып, бормен, немесе ұзындығын керек жерімізден өзіне қайырып деген сияқты сол бір өзінің құралдармен ақауларды реттеп аламыз. Жалпы қозғалыс кезінде ыңғайлығын тексереміз міндетті түрде, яғни қолын көтеріп көріп деген сияқты, алға қарай созып деген сияқты, өйткені қолды алға қарай созып жасаған кезде бізде арт жақтағы арқамыздың ені тартып қалмау керек, жыртылып кетуі мүмкін, қаупі бар, яғни ары қарай клиенттің пікірі мен ұсынысын ескере отырып, бұл бұйымымызды ары қарай жасаймыз. Яғни клиенттің пікірі, оның ойы өте маңызды. Ары қарай жалпы назар аударатын тұстары иық, жаңа айтқанымызда иық, бел, жамбас сызықтары бізде басты назар аударатын жаңағы тұстарға келеді. Яғни ұзындық пен теңдік, жаңағы айтып өткенімізде ыңғайлылық, қатпарлар мен тігістердің орналасуы, симметрия мен баланс дегендей. Жалпы симметрия дегеніміз білеміз, композицияда өткендей, жаңағы бұйымдардың, яғни сызықтардың айма қатесіз бір-біріне тең орналасуы. Баланс дегеніміз қалай? Баланс дегеніміз бір-бірімен жақсы үйлесімде болуы, яғни киімнің түске, түсінің матаға үйлесімділігі барлығы өзінің теңдей болып тұруы маңызды. Әрі қарай жалпы сабағымызды қорытындылай келе, жалпы өлшеп көру маңызды сапалы нәтиженің кепілі. Яғни біздің өлшеп
көрген бұйымымыз бізге лекаланы шығарған кезде, яғни лекаланы матаның үстіне қойып сызып алған кезде ол бізге дұрыс өлшемді беріп тұр ма, жоқ па, соның барлығын бізде бірінші черновик матада, яғни қағазымызда ол айқын көрінеді. Жалпы уақытылы түзету, яғни кәсіби жұмыстың көрсеткіші ретінде, яғни уақытылы түзету дегеніміз жаңағы лекаланы қағазға сызып алу, немесе черновик матамызға сызып алып дайындау, немесе жаңа примеркада келген кезде олардың түзетулерін реттеп алу, бұл кәсіби жұмыстың көрсеткіші болып саналады. Жалпы клиенттің көңілінен шығатын бұйым басты мақсатымыз болып есептеледі. Жалпы біздің жасаған бұйымымыз өзімізге және клиентімізге міндетті түрде ұнауы тиіс, өйткені бұл біздің басты мақсатымыз. Жалпы бүгіндікке осы менің жазған анықтамаларымды дәптерлеріңізге нақтылап жазып алыңыздар. Сіздерге тапсырма ретінде жалпы осы тақырыпта ізденіс жасауды ұсынамын. Яғни клиент пен тігіншінің арасындағы, дизайнердің арасындағы, яғни байланысы, реттілігі, осы туралы кеңінен интернеттен жақсы нәтижелерді қарап, солармен жұмыс жасап, келесі сабағымызда осы туралы айтуларыңызды және де осы мен жазған анықтамаларды дәптерлеріңізге жазып алуды ұсынамын. Осымен біздің онлайн сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.